Сондықтан мен қайта керісінше орта мектептерде жігіттер ер азаматтар сабақ берген жақсы көреді. Бөлек емес бірге. Менің сізге айтып атқаным, ағарту министрлігі бұйрығын шығарды, онымен келісеміз. Өткені заңмен келісу керек, бұйрықтармен келісу керек. Бірақ біз орамал кигісі келетін балалардың жағдайын ойлауымыз керек. Біз олар үшін бір формула іздеуіміз керек. Мен сізге осы формуланы айтып жатырмын. Біз мұны Орта Азияда орналасқан мемлекетпіз. Іргемізде Ауғанстан бар, Өзбекстан кеше қандай жағдайда болды? Қандай жағдайда болды Өзбекстан? Өзбекстан діни мәселеде үлкен қақтығыстар болды, Әнжан көтерілісі деген сияқты. Бізде де Ауғанстан мәселен 79 жылға дейін цивилизациясы дамыған мемлекет болатын Иран. Қазір олар қара түнекке оранды. Сіздің бір ұсынысыңыз Қазақстанды бір қара түнекке оралту емес па? Апару емес па? Жоқ. Менің ұсынысым, біз мына жерде съездерді ұйымдастырамыз, діни лидерлердің съездерін, барлық діндерді Қазақстанға шақырамыз. Мен діни толеранттыққа, төзімділікке, диалогқа, құлақ асуға шақырамын. Мысалы, жаңағы бір мысал айтайық, сіз жаңағы... Сіз мені салафит қыла алмайсыз, не десеңіз де. Жоқ, сіз салафит болу менің мақсатым емес, мақсатым сізде сұрақ алу. Мақсатыңыз қандай? Мен сізге ойымды айттым. Қандай мақсатыңыз сізде? Менің мақсатым сізге сұрақ қою. Естіген ақпаратым бойынша сізді салафитпін деп мойындаған Талғат Рысқұлбековтың туысы деп айтылып жатыр. Сіз жалпы Талғат Рысқұлбековпен туыссыз ба? Жоқ. Байланысыңыз жоқ па? Байланысым жоқ. Кездестім. Алматы қаласының депутатымын мен. Алматы қаласында желтоқсан қозғалысына қатысқан барлық ұйымдармен кездескем. Онда мен ғана емес, Айдос Сарым, Жұлдыз Сүлейменова болған. Осы бар олар 18 желтоқсандықтар 18 ба, 20 ма үйім бөлек-бөлек және де бір-бірімен тіл табыспайды. Солармен біз кездестік. Сонда Талғат Рысқұлбековпен таныстым. Салафизмге қалай қарайсыз? Дұрыс па, әлде бұрыс па? Сіз Талғат Рысқұлбеков туралы сұрадыңыз. Талғат Рысқұлбековты мен танимын, құрметтеймін. Оның позициясын құрметтеймін. Яғни салафизмге түсіністікпен қарайсыз? Салафизм мен түсіністікпен қарамаймын. Салафизмге баға беру ол менің құзыретімде емес. Салафизмдің не екенін мен білмеймін. Мен осы ханафит мазхабының мұсылманымын. Салафизм туралы мен білмеймін де, оған баға бере алмаймын. Мүмкін жақсы нәрсе шығар, мүмкін жаман нәрсе шығар, мен бере алмаймын. Қазақстанда жалпы салафиттер жоқ сияқты. Біздің қазақ білмесе де, білсе де, біреуді салафит дейді, біреуді кәпір дейді. Біреудің ішіне, жүрегіне, жанына кіріп шыға алмайсыз. Сондықтан біреуді салафит, біреуді бірнеме демеуге керек. Бұның бәрі біздің елімізге, халқымызға іріткі салады. Бәрімізді бөліп тастайды. Әр біз бөлек-бөлек болса, бізді сырттан келген жау бір күнде ала салады. Түсіндім. Біз екі мысал есімізде, 79 жылға дейін өркениетті мемлекет болған Иран менен Ауғанстан мысалын алайықшы. Олар қазір хиджаптан құтыла алмай отыр. Әйелдері хиджапты шешеміз деп қаншама адам қайтыс болды. Осындай бір мысалдағы елдерге тұрған кезде біздің хиджапқа рұқсат беруіміз қаншалықты ақылға сияды? Біріншіден, мен дипломатпын, сондықтан қазірде халықаралық істер комитетін басқарамын. Сондықтан мен басқа елдерге, басқа елдердің жағдайларына баға бермеймін. Оған мен бармаймын. Ол өздерінің ішкі істері. Сондықтан, ал бізде кім тартқысы келсе, сол тартады, кім тартқысы келмесе, ол тартпайды. Сондай болу керек. Кимешекте, орамалда проблема жоқ. Проблема бізде, біздің қоғамымыздың диалогында, қоғамымыздың тазалығында, біздің ата-аналарымыз, әжелеріміз кимешек киген, орамал киген.